бірақ мен мысалға Қайрат Нұртас туралы айтайын енді. Бәрі бір сорт қой солардың бәрі. Бір сорт деп алайық. Қазір мысалы мен Затбек шығардым да. Затбек шығардым. Сөйтті кейін тойға Затбектің бәрін шақырып кеткеннен кейін маған бүйтіп келетіндер бар. Сізге шығып бір көрініп, Затбек құсап тойдан тойға заказ. Ай сен сонда сен ана өнер деген жоқ па сенде? Сен қалайсың? Сондай әңгімелер көбейді. Әншінің қазіргі 80-90% осыған кетті енді. Тойға шығып ақша тапсақ дегенге кетті. Енді мен енді жаңағыдай айттым, бірді айтып бірге кетіп қалдым. Енді Қайратты айтайын енді. Ең көшбасшысы Қайрат болып тұрған Қайрат Нұртас. Ол менің концертіме шығу үшін оның анасы енді кішкене кезде, ол кезде ол 9-шы, 10-шы сыныпта оқиды. Баласын сондай әнші қылғысы келді ол. Анасы жүгірді оған. Сөйтіп мына Шаншардан шықсыншы деп. Сөйтіп мен билетімді алып сататын. Гүлзира ханым базарда істейді. Сөйтіп жан-жағындағыларға мен Шаншарды онша да халық тани бермейді. Соның жаңағы 50 билетін, 100 билетін өткізеді. Ол кезде бізде онша билет өтпейтін кез еді, кейін бізде оқып өттік қой бізде. Содан сөйтіп қатысатын ол басында. Демек, базарда мамасы билет сатып, баласын Шаншарға кіргізді. Өзі базар сауда жасайтын болып тұр ол кісі. Басында солай істеген ғой олардың. Базарда істеген ғой. Нұртас та, кімде, Гүлекеңде. Сөйтіп енді мына жақтан өлең жазды. Бір күні бір әндер жаздырып келіпті енді, ол кезде онды бітірген Қайрат. Сөйтсем кімнің Досымжан Таңатарттың несін жаздырып келіпті. Құралай. Айт деген табірек өлеңдері бар, тыңдаңызшы деп. Мен сол кезде айттым. Сені бір рет шығардым, рахмет. Енді шығаратын болсам, өз репертуарың болсын. Болсын жаман емес. Өз репертуарың жаса. Сен маған билетімді алғаннан гөрі, мынаған соны төлесе ақшасын. Репертуар таңдаңдар деп. Сонымен репертуарды таңдап, олар одан кейін звезда болып кетті онда. Енді дұрыс кетсін, мен оған ешқандай нем жоқ. Енді мен оған ешқандай бір өтініш айтып, менің тойыма кел деген емеспін. Ол келуге уақыты да жоқ. Мен ол үшін абыройым төкпей ақ та қоямын. Сондай енді. Принципімде енді. Экспо деген керемет халықаралық дәрежеде көрметті. Мен ол кезде оңтүстік Қазақстан облысының атынан сояққа шығамын. Шаншар театры бөлек концерт сыйлық болсын деп бердім. Сонда оңтүстік Қазақстан облысынан шыққан өнер шеберлерінің гала концерті экспоның ішінде өтетін болды. Содан кейін мен мынарада көптеген жұлдыздармен жақсы танысымдығым бар. Енді облыстан шамал қаражат бөлінеді, бірақ бәріне көп қаражат берілмейді. Өзіміздің. Соған енді біз агитация жұмыстарын жүргіздік. Алтын айға айттық, болды, барамын. Енді кішкене жолдарын жасайды. Сейфуллин Жолбарысқа айтты, бәрі. Сосын тұрды дағы жоғары жақтан әкімшіліктен Қайрат Нұртас келсе. Бірақ ана өзінің стакпысын біліп тұрмыз. Бәрі біледі ғой оны. Кішкене балдарға дейін біледі ғой стакпысын. Жұртқа соғызық қой, солардың стакпысы қызық қой. Өзі емес, сол стакпысы қызық. Соны жарысына түсірді. Енді облыста әкімшілік менен сұранғаннан кейін жарайды деп Гүлекеңге телефон соқтым. Енді продюсер сол кісі ғой. Гүлекеңге телефон соқтым, сөйтіп едім. Осындай әлі күні 6 сентябрь күні болатын еді. Бәрі барып жатыр. Нұрлан Өнербаев ағамызға дейін. Ой, шыққан жеріміз ғой, нағып біз. Мысалы, Роза Орынбаева Шығыс Қазақстанның көрмесінде қатып, гала концертінде бізден де бар ғой енді. Қайрат Нұртас деп жатыр. Бірақ дедім, сөздің ашығы, жартысын құрғыл жібермейміз. Стакпысын білеміз. Ол өзі 9-нама, 8-нама сол экспоға берсін деп жатыр жұрттың бараны. Ай, ол бере берсін. Бұл Қайрат жұртпен бірге 2 ән айтады да кетеді. Жұлдыз көп ана жерде. Қайрат бар дейміз. Бұлардың ауызбіршілігі бар екен ғой. Ынтымағы бар екен ғой деген. Енді туған жерлерін сатпайтын шығарсыңдар. Жарайды. Қаншасы 6 сентябрь. Боспыз ба көрейік. Деп сөйтті. Соны тез хабарын беріңізші. Ертең берем деген. Ертең 2 күн өтті да менен анеқ сұрады. Ай, біз афишасын шығаруымыз керек, рекламасын шығаруымыз керек. Уәке не болды ананы? Сосын 3-4 күн екен телефон соқтым Гүлекеңе.
ол басқа бір заказ қабылдаппыз деді. Бара алмайды деді. Солай ма? Жарайды дедім. Сөйтіп айтамын дедім мына жаққа. Солай өке айып етпеңізші, айып етпеңізші. Жарайды дедім. Бір апта қалды. 30-шы жарнама кетті. Қайрат Нұртас тұр ішінде. 5 сентябрь күні мен Шаншар театрының концертін бердім. Сол кезде облыстық мәдениет басқармасының жігіттері келіп, сен ана жоқ деп ең? Бар ғой, келді кеше. Бір апта бұрын. Сөйтсем, облыс әкімшілігіне енді кіре алмай жүргендер, тендер ала алмай жүргендер көп қой бізде. Біреуіне тапсырмай берген Қайрат Нұртасты алдырды. Демек, Нұртасқа телефон соқтым сосын. Нұртасқа айттым телефон соқтым. Нұртас қалай? Менің енді сондай абыройым тұрып. Ол енді әйеліне айтқан соң, сосын кейіннен әйелі WhatsApp-пен жіберді маған. Таңертең тұрып біреуге телефон соғып жатыр да, сөйтіп, сіз Уәлібектен емес, сіз шетінен ғана дауыс естіп, қандай Уәлібек дейді? Мен Уәлібек танымайсыз. Танымаймын мен Уәлібек. Сіздер не айтып тұрсыздар? Алдыңыздар ғой. Қайрат не қатыспай ма? Жоқ, мен сізді Уәлібекпен танымадыңыз, Шаншар театрының директоры. Анаған не керек бар театрның директоры болған? Танымаймын деді оны. Сөйтіп ол маған WhatsApp-қа жіберіп отыр, сонда Уәлібек арқылы келіп тұр екен ғой деген ойлансын деп тұр да. Өйтетін адам маған телефон соқпай ма? Өке, айып етпеңіз, мына адамдар келіп тұр. Өтірік айтса да маған. Болмай, біз бар болмайтын болдық заказға. Алдық біз, десе. Міне. Ал енді